Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Бүгін біз Android Studio ортасында алғашқы бағдарламаны құрамыз. Және де осы құрған бағдарламамызды Android Virtual Device'та тестілейміз. Ол үшін Android Studio'ны ашайық. Android Studio ашылғандағы алғашқы бет. Бұл жерден бізге Start a New Android Studio Project батырмасын басу керек. Ашылған терезеде Application Name деп жазылып тұрған жерде бағдарламаның атын көрсету керек. Біз Hello B2A деп таңдайық. Ары қарай Company Domain. Бұл жерде сіз өзіңіздің веб парақшаңыз болса, соның доменін көрсетуіңіз керек. Немесе болмаған жағдайда өзіңіздің никіңіз және нүкте кез келген .com.kz таңдай беруіңізге болады. Мен b2a.kz көрсетемін. Жалпы бұл домен package name'ді құруға қажет. Package name құрған кезде бірінші kz, одан кейін доменнің аты b2a, сосын бағдарламаның аты жазылады кіші әріптермен. Жалпы бұл package name біз болашақта Google Play-ға бағдарламаны салғанда осы ID болып табылады, және де сіздің доменіңіз уникальны болу керек. Басқа адамдардың доменіне ұқсамауға қажет. Ары қарай Project Location. Бұл жерде проекттің тұратын орнын көрсету керек. Android Studio по умолчанию өзі бір жерде таңдайды папканы. Біз сондай қылып қалдыра береміз. Next батырмасын басамыз. Ары қарай мына жерде қандай құрылғыға арнап бағдарлама құратынымызды таңдауымыз қажет. Телефон мен планшет, ары қарай телевизорге, немесе умный часы дейді, сағатқа арналған, Android Auto және де Android'тың басқа құрылғыларына. Біз телефон немесе планшет таңдаймыз. Ары қарай астындағы списоктен біз құратын бағдарламаның қандай операционный системаға арнап бағдарламаны құратынымызды көрсетуіміз керек. Android 5-ті таңдайық, Lollipop. Және де осы Android версиясын таңдаған кезде астында автоматты түрде статистика шығып тұрады. Яғни біз қазір Android 5-ті таңдасақ, әлемдегі құрылғылардың 85% осыны қолдана алады осы бағдарламаны. Android мысалға 8-ге қойсақ, оның қолдана алатын құрылғылардың саны азаяды. Әлемдегі құрылғылардың 60% қолдана алады екен. Android 5-ке қойық, және Next батырмасын басайық. Осы келесі бетте Android Studio бірнеше шаблондар ұсынады. Бұл жердегі шаблондарды болашақта тоқталып қолданатын боламыз. Ол әрқайсысының бір керек кездері болады. Әзірше біз бос Empty Activity таңдайық, бос шаблон. Енді мына жерде Activity Name және Layout Name дейді. Activity Name деген біз жазатын Java кодтар жазатын файлдың аты. Layout Name деген ол әрбір layout'тың дизайны тұратын файлдың аты. Осылай қалдыра берейік. Android Studio бағдарламасы ашылды, жаңа проект құрылды. Көріп отқандарыңыздай мына жерде екі файл бар. Main Activity Java, жаңа біз ат берген, және де Activity Main XML. Жалпы Main Activity Java файлында біз болашақта бағдарламаның барлық кодын жазатын боламыз. Кішкене түсіндіріп кетсем, мына жерде бастапқы функция бар. OnCreate функциясы, бұл жерде бағдарлама құрылғанда осы Java файлы. Оны Activity Main Layout файлымен байланыстырады. Яғни осы бағдарлама кодтың контенті осы Main Activity файлында орналасқан деп көрсетілген. Енді Activity Main XML файлын ашып қарасақ, ол жалпы XML файл бағдарламаның дизайнын құру үшін қажет. Бағдарламаның сол жақ бөлігіне қарасақ,
app деген папканың ішінде тағы да 3 папка тұр: Manifests, Java, REST деген. Manifest папкасында Android Manifest тұрады. Бұл бағдарламаның конфигурациясы. Ашып қарасақ, мұның ішінде бағдарламаның иконкасы және де тағы сипаттамалар бар. Оларды келешекте қолданып өзгертетін боламыз. Әзірше ештеме өзгертпейміз. Әрі қарай келесі папканың аты Java. Бұл жерде бағдарламаның барлық кодтары тұрады. Бірінші папканы ашсақ, жаңағы main activity ғана тұр. Әзірше біздің бағдарламада тек бір-ақ қана класс бар, ол main activity. Болашақта бірнеше класс қосып үйренеміз. Одан кейінгі екі папка ол Android Studio, өзі автоматты түрде құрылған папкалар. Бұл бағдарламаның тексеруге арналған, яғни дұрыс жұмыс жасауын, бағдарламаның соларды тексереді. Бастапқы тексеріс тек қана. Әрі қарай келесі папка бізде REST. Бұл папкада бағдарламаның қолданылатын барлық ресурстары тұрады. Оның ішінде 4 негізгі папка бар: Drawable, Layout, Minmap, PLOS деген. Drawable мен Minmap папкаларында суреттер тұрады. Minmap'та иконкалар по умолчанию, екі иконка круглый, сосын 4 бұрышты. Әрі қарай Drawable папкасында суреттер жүктеуге болады. Layout папкасы бұл бағдарламаның барлық layout файлдар тұрады. Олар бағдарламаның экранның макеттері, яғни жаңа бізде көрдік қой, бірінші макетіне тұрған. Осы Activity Main әзірше біреу ғана. Болашақта бұндай макеттердің бірнешеуін құрып үйренеміз. Келесі папка ол VLOS. Бұл жерде 3 негізгі XML файл бар. Олар Colors, Strings және Styles. Colors XML файлында бағдарламадағы қолданылатын цветтердің кодтары тұрады. Бұл жерге әрбір кодтың атын, цветін жазып қойсаңыз болады. Яғни болашақта бағдарламада осы түс керек болса, тек осы код арқылы, ат арқылы шақыра қоюымызға болады. Әрі қарай Strings XML. Бұл жерде бағдарламада қолданылатын барлық жолдық типтері жазылуы тұрады. Мысалға біреуі ғана тұр біздерде app name дейді. Жалпы бағдарламадағы ресурстарды осылай бір жерден жазған жөн. Болашақта бағдарламаның дизайнын немесе бір жазуларды өзгерту керек болса, бір жерден ғана өзгерте қоясыздар. Stylus XML файлында бұл жерде бағдарламаның стильдері сақталады. Онда бүкіл лайауттарға тарау үшін бір орыннан тұрады. Болашақта осы жерден өзгертуге болады. Сонымен осы бағдарламамызда Hello World деп тұр. Осыны белгілейік. Және де мына оң жақта назар аударсаңыздар, текст деген жер бар. Сол жерден өзгерте Hello World емес, Hello B2A деп өзгертейік. Әрі қарай Enter кнопкасын басуымыз керек. Енді осы бағдарламаны тестлеп көру үшін Virtual Device құрайық. Ол үшін жоғарыда тұрған AVD менеджерін ашуымыз қажет. Бұл жерде менде бір құрылғы уже құрылған, сіздерде ештеме көрсетілмейді. Әрі қарай виртуалды құрылғы құру үшін Create Virtual Device кнопкасын басамыз. Бұл жерде біз бірнеше категория бойынша таңдай аламыз: TV, Phone, Wear, Tablet деген. Біз телефонға арнап бағдарлама жасап атқаннан кейін фонды қолданамыз. Бұл жерде құрылғының аты мен характеристикалары көрсетіліп тұр. Бірнеше құрылғы. Жалпы бұл жерде таңдағанда экранның үлкендігі кіттай құрылғы таңдаған жөн, өйткені ол компьютерді ондай қатты загружать етпейді. Сондықтан Nexus One таңдай қояйық, 480-800. Next кнопкасын басамыз. Әрі қарай бізге операциялық жүйе таңдауды ұсынып отыр. Біз жаңа естеріңізде болса Android 5 таңдаған едік. Программа Android 5-ке арналған деп. Яғни мына жерде я Android 5, я болмаса одан жоғарғы Android версияларын таңдауымыз қажет. Android 5-та бір версиясын таңдайық, Lollipop. Осы 86 Images бөлімінен сіздерге осы Android операциялық жүйесін
жүктеп алу керек интернеттен. SDK менеджерінде осыған дейін Android операциялық жүйесінің бірнеше версиясын жүктеген болсаңыз, онда осы жерде тек қана таңдап қоюыңызға болады. Ал біз бұл операциялық жүйені жүктеген жоқпыз, сондықтан да жүктеп, пока ол жүктеліп болғаннан күте тұрайық. Біз таңдаған операциялық жүйе жүктеліп болды. Енді finish батырмасын басуымыз қажет. Міне 5-1. Осы операциялық жүйені таңдаймыз, және де келесі next батырмасын басамыз. Мына жерде құрылғыға ат беру ұсынылуда. Бұл жерге біз жазып қоямыз Android 5.1. Болашақта шатастырмас үшін. Қалған настройкаларды осындай күйінде қалдырамыз, finish батырмасын басамыз. Біз құрылған виртуалды құрылғы, міне Your Virtual Devices ішінде списіктер шығып тұр. Бірінші ол, оны іске қосу үшін мына жасыл батырманы басамыз, үш бұрышты. Астыда көріп отырсаңыздар, Starting AVD деген жазу шықты. Бізден виртуалды құрылғы қосылғанша күтеміз. Жалпы сіздерде қосу барысында бір қате шығуы мүмкін. Ол кезде BIOS-та сізде виртуалды құрылғыларды қосуға запрет тұруы мүмкін. BIOS-қа кіріп, запреттен алып тастауымыз керек. Біздің виртуалды құрылғымыз қосылды. Қазір оның ішіне операциялық жүйе жүктелуде. Естеріңізде болса, біз 5.1 Android версиясын қондырған болатынбыз. Қазір мына окноны жабаламыз. Және енді Android құрылғы біздің программаны тестілеуге дайын. Окей батырмасын басыңыз. Бұның ішінде барлығы кәдімгі сенсорный телефондағыдай жасайды. Тестілеу үшін мына үш бұрышты кнопканы басамыз. Және де алдымызда әртүрлі құрылғыларды таңдауға мүмкіндік берілген. Бұл жерде біз Android 5.1 деген құрылғыны таңдаймыз. Жаңағы өзіміз берген аттағы. Окей батырмасын басамыз. Енді Gradle проектті құрып, ана устройствоға қондырғанша күте тұруымыз керек. Міне біздің құрған алғашқы бағдарламамыз біздің виртуальный устройствомызға жүктелді. Ішінде жаңағы біз өзгерткенде Hello Bitway деген жазу пайда болды. Сонымен бүгінгі сабақта біз Android Studio'ның құрылымымен таныстық, өзіміздің бірінші бағдарламамызды құрдық, және де сол құрған бағдарламамызды виртуалды құрылғыда тестіледік. Сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Ал видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, сіздермен болған Bitway каналы.